Балалар, дастарханға жақын отырыңдар. Нан қоқымын жерге түсірмей жейміз. Апай, нанды аяқ астымызға тастауға болмайды. Нанды бір қолмен үзуге болмайды. Нанды төңкеріп қоюға болмайды. Апай, дастарханға нан қалай келеді? Нанның дастарханға қалай келетінін зерттеу жүргізу арқылы білеміз. Балалар, зерттеу жұмысын ең алдымен бидай егуден бастаймыз. Біз даладан топырақ әкеп, жылытып, бидайдың тұқымын септік. Міне бидайымыз шыққанды. Күнде бидайымызды суарып, қарағаннан кейін бидайымыз өсіп қапты. Бидайдың екі түрі бар. Жұмсақ, қатты бидайдан макарон өнімдерін жасайды. Жұмсақ бидайдан нан өнімдерін жасайды. Көктемде бидайды сеуіп, жаз бойы күтіп қарайды. Күзде піскен бидайды қамбаймен сауып алады. Шабылған бидайды қамбадан сұрыптайды. Бидай біздің Мұраттың өзі хозяйствоның несі. Сатылышы біз егеді. Соны мұнда әкеп етеміз. Әлдерімізді мұнаны бұзауыққа өріп. Терминге барып, бидайдың қалай болатынын көрдік. Бұна енді үйде сататындар мұна жоғары сұр міне. Көріпсіздер, арағайып бірінші. Мұна енді сұр, мұна күнделікті бірай сататындар. Әндеріде қоймасыз қатымыз әлі әжеттім. Терминнен 3 түрлі сападан ұн шығарынады. Жоғары сапалы, бірінші сапалы, екінші сапалы ұн шығарады. Біз наойханаға барып, ұннан нан өнімдерін қалай жасалатынын көрдік. Бүгін біз балалардың танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында Сайсандағы ең үлкен Рахат кондитерлік цехына келдік. Осы жерде нан өнімдері және барлық кондитерлік өнімдер дайындалады. Балалар, қазір Наубай ханымның келер алдында сендерге қауіпсіздік ережесін таныстырып кетейін. Ішіне кіргенде өздеріңе таныс емес заттарды алматы рұқсатсыз ұстауға болмайды. Жарай ма? Ол жерде қамырды арнаулы құрылғымен илейді. Мұнда нан иленеді. Тұзы, суы, ашытқысы салып, ұнын салып, илейміз осыған. Біз онға су құйып, тұз салып, қалай қамыр болатынын көрдік. Біз наойханада апайдар, пәндіктер, баусақтар, лаштар, тоқаштар, торттар, нандар пісіріп жатыр. Жәнегі апайлардың дайындаған өнімнің бәрі осындай сөрелерде сатылады. Қазір піседі. Балалар міне қалаш пісті, дәмді, жұмсақ. Апай зерттеу барысында нанның дастарханға қалай келетінін білдік. Рахмет, апай. Жарайсың бала.